Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қоюлатылған сүт, яғни сгущенный молоко дайындайтын боламыз. Осы видеода көрсетілгендегідей қою өте дәмді 100% табиғи екі ағзаттан тұрады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін 1 литрлік банкіге өлшеп құйып көрсететін боламын. Мен сиырдың сүтінен жасаймын. Дүкеннің сүтін пайдалануға да болады. Сүтіміз піспеген болуы қажет. Ең бастысы сүтіміздің майлылығы жоғары болған дұрыс. 3 литр сүтімізді ыдысымызға құйып алдық. Енді үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. 3 литр сүтке 3 стакан қант салдым. Енді сүтімді плитаға қойып, қайнағанша асын араластырып отырамын. Дүкендігіндей дәм беру үшін аздап ванилин қосамын. Қалауыңыз бойынша қоспауға да болады. Сүтіміз бірыңғай қайнап кетті. Енді жай отқа қойып, асықпай қайнататын боламыз. Неке 1 сағат қайнағаннан кейін сүтіміз шамалы азайып, түсі сәл өзгереді. Сүтіміз қоюланып, дайын болғанша қайната береміз. Неке шамамен толықтай 3 сағат қайнады. Енді оттың асын сөндіріп, суытып аламыз. Оған дейін сгущенка құятын ыдысымды қайнаған сумен бір шайып, дайындап қоямын. 3 литр сүттен 2 банка сгущенка шықты. Балдарыма күнде үйден жасап беремін. Дүкендікінен дәмі 1000 есе артық деп айтуға болады. Енді холодильникке 1-2 сағатқа қойып алсаңыздар, керемет қоп қою сгущенка дайын болады. Неке қараңыздар, холодильниктен 2 сағатқа қойып алдым. Қоп қою керемет сгущенка дайын болды. 100% табиғи, қарапайым заттардан жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, немесе жасап көрсеңіздер, комментарийге жазып қалдырсаңыздар болады.